Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, оңай, үйдегі бар заттармен дайындалатын пияз нанның рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрамына керек заттар: 350 грамм пияз, жіңішке жұқа етіп кесіп дайындап қоямыз. Електен өткізілген 400 грамм ұн, 10 грамм ашытқы құрғақ, 5 грамм тұз, 5 грамм құм шекер қажет. Және 100 грамм майонез. 250 грамм су, жылы су болу керек. Дәмдеуіштеріне кориандр 1 шымшым, зирадан 1 шымшым қажет. Ең алдымен сұйықтығын дайындаймыз. 100 грамм майонезді, 250 грамм жылы суды, құрғақ ашытқы, тұз, құм шекер бәрін араластырып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Ашытқымыз сұйықтың бетіне көтерілуі тиіс. Сұйықтық дайын болған соң қоспаларымызды қосып қамыр елейміз. Ең алдымен кесіп дайындап қойған пиязға кориандр, зираны қосып жақсылап араластырамыз. Пияздың суы шығу керек. Видеода көрсетілгендей жақсылап араластырып, сосын ұнды, сұйықтығын бәрін қосып, қамырды өте жұмсақ қып елейміз. Қамырды елеп болған соң бетіне сұйық май жағып, салафанмен жауып, 1 сағат жылы жерге көтерілгенше қоямыз.
Пияз нанның қамыры 1 сағат жылы жерде тұрып жақсылап көтерілді. Енді пияз нанды әсемдеп жасаймыз. Видеода көрсетілгендей табақты жақсылап майлап, қолымызды майлап, қамырды 2-ге бөліп, пияз нанды жасаймыз. Пияз нанды жасап болған соң, бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт шемішкесін сеуіп, алдын ала қызып тұрған пешке 200 градуста 25 минутта пісіреміз. Өте дәмді ерекше пияз нанымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді ас болсын.